Қайырлы күн, құрметті оқырман, құрметті салық төлеушілер. Бүгін біз сіздерге қызметтікті тоқтату туралы айтып беретін боламыз. Бизнесті жоспарлау әрдайым мүмкін емес, және қызметті жүргізу барысында кәсіпкер басшысы немесе жеке кәсіпкер жұмысты жалғастыру уақытша орынсыз болатын жағдайларға тап болуы мүмкін. Бірақ кәсіпкер өз бизнесін жабылуын жоспарламайды. Бұл жағдайда оның салық кодексінің 213-214 бабында белгіленген қызметті тоқтата тұру тәртібі белгіленген. Қызметті тоқтата тұру бұл салық есептілігін тапсырмауға мүмкіндік береді. Бизнесті жүргізу жағдайы тұрақталғаннан кейін тоқтатылған қызметті қайта бастауға болады. Қызметті қысқа мерзімге, мысалы 1 жылға тоқтата тұруға болады. Содан кейін қажет болған жағдайда 3 жылға дейін ұзартуға болады. Қызметті тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда өзінің орналасқан жері бойынша салық органына бір мерзімде қызметті тоқтата тұруға арналған салықтық өтінішті және кезекті мәртебесі бар 100-200, 910 салық есептілігінің нысандарын ол қолданылатын салық режиміне қарай ұсыну қажет. Егер кәсіпкер қосылған құн салығы бойынша есепте тұрған жағдайда болса, тарату мәртебесі бар 300-ші салық есептілігін тапсыру керек және есептен шығарылу қажет. Қызметті тоқтата тұруды салық органы өтінішті алған күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде, ал патенттегі жеке кәсіпкерлік бойынша өтінішті берілген күннен жүргізеді. Және де қызметті тоқтата тұруға өтінішті салық төлеушінің кабинетінде және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы беруге болады. Және де тоқтата тұру, ұзарту, қайта бастау туралы мәліметтер уәкілетті органның интернет ресурсында осындай шешім қабылданған күннен кешіктірілмей жарияланады және салық өтінішінде көрсетілген кезең үшін салық есептілігін ұсынбау үшін негіз болып табылады. Айта кету керек, мүлік салығы, көлік құралдары, жер салығы бойынша, сондай-ақ жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық есептілігін тапсыруды тоқтатпайды. Демек, бұл салықтар кәсіпкердің қызметі тоқтатылған жағдайда да есептеліп төленуі керек. Ескеретін жайт, тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша тәуекел дәрежесі жоғары кәсіпкерлер және ойын бизнесімен айналысатын салық төлеушілер қызметін уақытша тоқтата тұруға болмайды. Және де егер салық төлеушінің өтініші берілген күні салықтар бойынша немесе әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі болса, егер салық есептілігі берілмесе, егер қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылмаса, егер салық төлеуші әрекетсіз деп танылса, сондай-ақ бұрын салық органы жіберген орындалмаған хабарламалар болса, салық кодексінің 210 бабының 4 тармағына сәйкес мемлекеттік органдар қызметті тоқтатпайды. Сондықтан кәсіпкер салық органына қызметін тоқтата тұру туралы өтінішті бергенге дейін барлық салық есептіліктерін ретке келтіріп, салық берешегін өтеп, қолда бар салық міндеттемелерін орындауы қажет.